Патша мен сарғалдақ. Ертеде бір пәрменді патша өмір сүріпті. Ол тастай қатты, мейірімсіз, қаһарлы қатыгез, қара халыққа қайырымсыз болыпты. Әрі сараң, әрі өзімшіл, қомағай патша қол астындағы жұртынан ұнамды жақсы нәрсе көрсе тартып алып бұхараға күн көрсетпепті. Уәзірлері де халықты қан қақсатыпты. Олар патшаның бұйрығын бұлжытпай орындаймыз деп, кімде-кім патша туралы жағымсыз сөз айтса, сол адамның басын шауып тастап отырыпты. Бір күні патша өз сарайына ойын-сауық тамашалап отырады. Сол кезде сарай алдында үлкен тасқа бір сарғалдақ келіп қонады. Шиық-шиық, кімнің басы ақылсыз? Патшаның. Кімнің жаны рахымсыз? Патшаның, деп сайрай жөнеледі де, екінші тасқа қонып, тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынар дейді. Ашуланған патша айдаһардай ақырып, дереу сарғалдақты ұстауға бұйрық береді. Уәзірлері құсты ұстап алып, жүнін жұлып, отқа қақтап пісіріп, патшаның алдына әкеліп қояды. Сонда сарғалдақ, тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынар, деп бағанағы әнін қайта бастайды. Патша сарғалдақтың парша-паршасын шығарып, жұлмалап жеп алады. Содан соң көңілі жайланып, уәзірлерін ертіп серуенге шығады. Кенет күтпеген жерден патшаның ішінен сарғалдақтың тағы айтарым тағы бар, патшаның басы алынды деген үн естіледі. Патша шошып кетеді. Барлық емшілерін шақырып алып, мына ішімдегі бәлені құртыңдар деп әмір етеді. Олар патшаға дәрі береді. Сәлден соң сарғалдаққа жан кіріп, қанатын қомданып ұшуға ыңғайланады. Сарғалдақ тірі кетпеуі тиіс. Қылыштарыңды қаннан суырып мені қоршап тұрыңдар. Сарғалдақ қалай көрінсе, сол сәтте басын қағып тастаңдар дейді. Тірі кетпесін, осы жолы басын алмасаңдар, бәріңді де дарға асамын дейді. Қорыққан уәзірлері қылыштарын әзірлеп тұра қалады. Кенет сарғалдақ пыр етіп ұша жөнеледі. Уәзірлер қылыштарын сермеп қалады. Қылпылдаған қылыштар сарғалдаққа тимей, патшаның басын жұлып кетеді. Сарғалдақ қанатын керіп, бар пәрменін шарықтап ұшады да, биік ағаштың бұтағына қонып, не айтамыз басқа, біз бассыз қалды патшамыз, деп әндетеді. Халық патшаны жерлеп, өз ортасына әділ де батыл ұлын патша қояды. Сөйтіп, еңбекшіл ел мұратына жетеді. Осымен ертегім бітеді.